Қайырлы күн, қадірлі көрермен және әріптестер. Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Добрый день, уважаемые зрители и коллеги. Региональная служба коммуникации Жамбылской области начинает свою работу в прямом эфире. Баспасөз конференциясының тақырыбы Мирный ауылдық округінің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері туралы. Облысымыздың бас медиаларының құрметті спикермен таныстырып өтейін. Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мирный ауылдық округінің әкімі Аманов Сайнұр Сағынғалиұлы. Сайнұр Сағынғалиұлы, алаңымызға қош келдіңіз. Сөзсізгін өзіңізде. Мархабат. Саламатсыздар ма, құрметті брифингке қатысушылар. Мирный ауылы бойынша бүгінгі таңға әлеуметтік экономикалық даму жолдарына атқарылған жұмыстар бойынша баяндауға рұқсат етіңіздер. Мирный ауылы бойынша бүгінгі таңға 674 тұрғын бар, 10 көшеден тұрады, 174 аула бар. Округ бойынша негізі 6 түрлі өзге ұлт өкілдері бар. Ауылдың халықтың 674 адамның 306 экономикалық белсенді тұрғындар болса, 165 тұрғын өз-өзімен жұмыспен қамтылғандар, 70 азамат зейнет жасындағылар және 133 өздерінің жұмыспен қамтылғандар. Әлеуметтік экономикалық бойынша 23 жылға 292.830 теңге салық есептелсе, оның ішінде мүлік салығы жоспар бойынша жиналғаны 52.762 теңге, жер салығы 4.836 теңге, жеке тұлғалардың көлік салығы жоспары 207.000 теңге. Аталған салық түрлері бойынша жер салығы 436 теңге 100% орындалды, мүлік салығы 100% орындалды, көлік салығы 50% орындалып отыр. Бүгінгі таңға жыл аяғына дейін жұмыстар жүргізілетін болады. Ауыл бойынша 174 отбасы көпбалалы отбасы бар. Олардың ауылдың негізгі бағыты өнеркәсіп, бірнеше өнеркәсіптен тұрады. Нақтылап айтар болсақ, Оргстрой жауапкершілігі серіктестігі 96 адам жұмыс істейді, оның 29-ы Мирный ауылының тұрғындары. Және Көптас жауапкершілігі серіктестігі 17 адам жұмыс істейді, оның 11-і Мирный ауылынан. Құлан көмір жауапкершілігі серіктестігі, бұл көмірмен айналысады карьерде. 17 адам, оның 11-і Мирный ауылынан. Тұран индустрия жаңадан ашылып жатыр бізде. Қазіргі таңда жұмысын бастады 4 адаммен. Казгранит жауапкершілігі серіктестік, онда 10 адам жұмыс істейді, 4-і Мирный ауылынан. Негізгі ауылдағы мекемелердің жаңағы карьерлердің 50%-нан астамы осы ауыл тұрғындарынан тұрады. Өзін жұмыспен қамтылған халықтың негізгі бөлігі азық-түлік дүкендерінде, вахталық жұмыста, ауыл ішіндегі өнеркәсіптерде жұмыс жасайды. Ағымдағы жылдың 6 айында 5 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Ауылда актив Билайн мобильді байланыс желілері бар. Транстелекомның оптикалық талшықты интернет желісі ауылға қарасты мекемелерге ауыл тұрғындарына түгелдей қосылған. Мирный ауылы бойынша жеке кәсіпкерлер 6 жеке кәсіпкер бар. Олар 25 адам тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Және Мирный ауылы бойынша 174 аулада бір шаруа қожалықта 5215 мал тіркеліп отыр. Оның ішінде мүйіздері қара 118, жылқы 157, қой, ешкі 4940. Денсаулық сақтау саласына келетін болсақ, ауыл ішінде бір денсаулық сақтау нысаны қызмет көрсетеді. Акушерлік фельдшерлік пунктінде 2 медициналық қызметкер халыққа қызмет көрсетуде. Ғимаратты орташа деңгейде 2018 жылы күрделі жөндеуден өткізілген. Есепте тұрып тегін дәрі-дәрмекпен қамтылған адамдардың саны 78. Бір жедел жәрдем автокөлігімен қамтылған. Ауыл бойынша есепті кезеңде аналар өлімі орын алған жоқ. Туылған балалар саны 3 сәби, медициналық қызмет сапасын қанағаттандыру деңгейі 75-те 5%. Бүгінгі күнге ауылымызда бір мектеп бар, білім беру мекемесі. Терешков атындағы негізгі мектеп 28 педагог жұмыс істейді. 2022-23 жылдардағы оқушы саны 58 оқушыны қамтиды. Биыл 3 түлек бірыңғай тестілеуден электрон форматта тапсырып, 23 жыл оқу жылын аяқтады. 23 жылдың 19 мамыры мен 5 шілде аралығында өткен тестілеуден қатысу үшін бүгінгі күнге түлек жоқ. Қазір 9 жылдық оқуғана байланысты осындай. Шағын орталығымыз бар, балабақша 15 жыл ашылған, барлық құрал жабдықпен қамтылып, бүгінгі таңда жұмыс жүргізуде. Қызметкерлер саны 7, 25 бала тәрбиеленуде және бір топ мәдениет ошағы қызмет атқаруда.
бір кітапханамыз, бір клубымыз бар, әкімшілік ғимаратында орналасқан. Ағымдағы жылдың 6 айында 16 мәдени көпшілік іс-шара өткізіліп, 180 адаммен қамтылды. Ауылдың кітапханасының кітап қоры 15.300 дана, ондағы оқырмандардың саны 624 құрап отыр. Ауылда барлығы 3 спорт нысаны бар, бір кіші футбол, бір мектептің спорт алаңшасы және бір балалар алаңшасы. Бүгінгі күнге жүйелі түрде жұмыс жүргізуде. Ауыл жастарының, ауыл тұрғындарының үлесі 21,5% спортпен айналысады. 220 адамды қамтып отыр. Жыл басынан бері 20 спорттық іс-шара өткізілді. Бүгінгі қазан айында балалар алаңшасын салынып жатыр. Қазіргі таңда жоба құны 11 миллион теңге, жері алынып, нақтыланып, қазір жұмыс жүргізілуде. Қараша, желтоқсан айларында толық аяқталады деп отырмыз. Ауыз сумен қамтылу, ауыз су құбыры бір қалыпты жұмыс істейді. Биыл Балқаш көлінің тартылуына байланысты Балқаш көлінен суды біз тасымалдап, ауыл тұрғындарына тасымалдап беріп отырмыз. Тазалыққа келетін болсақ, ауылдың ішіндегі барлық көшелер 2 айлық тазалық айлығына байланысты тазаланып, әктеліп, сырланды. Бұл жұмыстарға, сенбілік жұмыстарына 80 адамдай тартылды бүгінгі таңға. Ауыл ішіндегі бағаналар сыланып, ағаштар, түптер, бордюрлер толық әктелді. Ауыл бойынша 24 әртүрлі ағаштар отырғызылды. Әлі де тазалық жұмыстар жалғасатын болады. Ауыл маңына жиналған қоқыстардың түгел шығарылып, бүгінгі таңда тазалық толық атқарылды. Ауыл ішінде көшелер орташа деңгейде, ауыл ішінде көше жарықтар түгел орнатылған. Бүгінгі таңға Ерне ауыл бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2023 жылға іс-шара жоспары дайындалып, құқық бұзушылыққа жол бермеу үшін барлық мүмкіндіктер пайдалана отырып, іс-шараға сәйкес тиісті жұмыстар жүргізілуде. Ерне ауылының жергілікті полиция инспекторы Станбек Нұрбек қызмет атқарады. 6 айдың ішінде 20 хаттама толтырылды. Пробация бөлімшесінде есепте тұрған бір азаматымыз бар. Ауылда ауыр және аса ауыр мал ұрлығы қылмыстары тіркелген жоқ. Білім беру мекемелерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәдениетін қалыптастыру бағытында арналған сынып сағаттар өткізілуде, жұмыстар жүргізілуде. Құрметті брифингке қатысушылар, ауылдық енді баяндамамызды тыңдай отырып, ауылдағы проблемалық мәселелер бір 2-3 проблемалық мәселе бар. Ауылдың суы, ауыз суы негізінен Балқаш көлінен тартылады. Биыл Балқаш көлінің су деңгейі 2 метрге төменге түскендіктен біз қазіргі таңда тасымалдап беріп жатырмыз. Енді алдағы уақытта жаңағы мембранасына облыстық бюджеттен қаржы бөлінді және жаңағы су тартылғанына байланысты біз арнайы дамб орнатып, жерді тереңдетіп қазылып, насос қойып, тікелей насоспен су алып отырмыз. Назарларыңызға рахмет. Баяндамаңызға рахмет. Әріптестер, қосымша сауалдарыңыз болса, мархабат. Жақсы, Сайнұр Сағынғалиұлы, тақырып аясында туындаған сауалдарым бар, қоюға рұқсат етіңіз. Жалпы жастар мәселесі, ауылдық округте НИТ санатындағы жастар тіркелген бе және маман жетіспеушілігі бар ма? Әрине, жастар ауылда аз, көбінесе мектеп бітіреді, сыртқа оқуға кетеді. Көбінесе енді сыртта, ауылда жастар аз негізі. 10 шақты жасымыз қазіргі таңда жұмысқа орналастырып, өзіміздің құлан көмір шығаратын карьерде жұмыс істеп отыр. Оргстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жұмыс істеп жүр. Қазіргі таңда толықтай жұмыспен қамтамасыз етілген жастарымыз. Жауабыңызға рахмет. Ауылдық округте Теле2 және 6 ел байланыстар орнатылмаған. Осы мәселе қашан шешімін табады? Енді бұл жөнінде біз арнайы мекемелерге жібердік. Ауыл халқының азайып, күнделікті болса жыл сайын халық азаюда. Соған байланысты бізде қазір Билайн мен актив желісі бар. Енді оның өздерінің бізге берген жауабы бойынша ақталмайды. Орнатқан жағдайда абонент саны аз. Сол себепті сол желілер жоқ. Негізі Билайн мен актив желісі бар. Жауабыңызға рахмет. Және де осы уақытқа дейін шешілмей келе жатқан ауыз су және газ мәселелері. Ауыз суды айтыңыз, ал газ мәселесі қашан шешімін таппақ? Енді бүгінгі таңға қазір
аудан бойынша, жалпы біздің Мирный ауылында емес, аудан бойынша газ мәселесі өте күрделі мәселе болып тұр. Аудан жобалық сметалық құжаттары жасалған, 2 бөлікке қазіргі таңда жүргізіледі деп отыр. Бірінші бөлігі Чу ауылынан тартылады негізгі газ, сол Чу ауылына шыға берістегі 6 ауылды қамтылады, одан кейін Мойынқұм ауданына 10 ауылды қамтылады. Үшінші кезеңде біздің өндірістік аймақ дейді, сол өндірістік аймақты қамтылады деп отырмыз енді. Жауабыңызға рахмет. Халықпен жиі кездесіп тұрасыз ба? WhatsApp чаттары ашылған ба жалпы ауылдық округте? Иә, ашылған. Әлеуметтік желіде, Инстаграмда, Фейсбукта арнайы әкімшіліктің сайттары бар, және ауыл ішіндегі WhatsApp желісінде отырамыз. Әртүрлі мәселелер көтерілген жағдайда сол дереу жауап беруге тырысып отырмыз. Жалпы жиі кездескен кезде халықтың жиі айтатын шағымы қандай газ бен судан бөлек? Енді әр кезде әртүрлі мәселе. Енді жиі айтылатын сол су мен газ, қалған мәселелерді шешудеміз қолымыздан келгенше. Жалпы әкім болып тағайындалған уақыттан бастап ауылдық округте атқарған 3 ірі жобаңызды атап өтсеңіз. 3 ірі жоба дейсіз. Негізгі ауылда кітапхананы, адам көп келетін жердің бір кітапханамыз, өйткені зейнеткерлер көп, ол кісілер әлеуметтік желіде емес, көбінесе кітап оқып, кітапханаға келеді. Сол кітапханамызды ремонтталды. Жаңағы ауыл көшелерін толық жарықтандырылды. Қазір 100% барлық көшемізде, 7 көшемізде толық жарықтандырылған. Енді мәдени іс-шара өтетін жаңағы клубымыз бар. Сол жерде толық күрделі жөндеуден өткізілді. Жалпы әкелген өнімдерін жайлы айтып өтсеңіз. Мына жерде әкелген өнімдерін Оргстрой мекемесінің шығарып отқан тастан жасалған, мына жерде брусчатка деп айтылады, таста. Негізгі бұл мекеме брусчатка шығарады, бордюр шығарады, гранит өндіреді. Тасты өздерінде үлкен заводы бар, үлкен техникалары, 100-ден аса азамат жұмыс істейді ол жерде. Негізгі шығаратын осы тасты өңдеп, халыққа сатумен айналысады. Мына жерінде құлан көмір деген көмір шығаратын карьеріміз бар. Қазіргі таңда жұмыс жүргізуде, ұлғаюда бүгінгі таңда. Осының алдымыздағы жылы бір 20 шақты, 30 шақты адам жұмыс істесе, биыл бір 50-60 адамға дейін жеткіземіз деп отыр. Көмірдің өндіріп отқан көмірі қазіргі таңда 64 мың тонна болса, биылғы жыл аяғына дейін 200 мың тонна көмір өндіреміз деп отыр. Одан бөлек жобалары бар, кокс өндіреміз, тағы да көп үлкен техникалар аламыз деп отыр. Жауабыңызға рахмет. Әріптестер, қосымша сауалдарыңыз болмаса, баспасөз конференциясын тәмамдаймыз. Құрметті Сайнұр Сағынғалиұлы, алаңымызға келіп тақырып аясында толық ақпарат берген үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, аман, сау болыңыздар.